Бисмиррахманиррахим. Армыс қазақ халқы, бүгінгі бізде келесі шырақ Сағырық батыр отасында бүгінгі талқыланатын тақырыбымыз өте ауқымды тақырыптардың бірі. Бұл иіс жайлы болмақ. Бұл сұхбатта біз иістің адамның, яғни рухани деңгейінің көрсеткіші ретінде екенін, соның маңыздылығын түсіндіруге тырысатын боламыз. Ең алдымен біз осы иістің медициналық терминіне тоқталсақ, ары қарай сосын ақжаулықты аналарға сөз беріп сұхбат алатын боламыз. Бұл иіс дегеніміз бұл заттан бөлінетін ұшпа молекулалардың мұрын қуысындағы иіс сезу рецепторлармен қабылданып, орталық миға жіберу арқылы пайда болатын сезімдік нейрофизиологиялық құбылысты осы иіс деп атайды. Бұл иістің қызметі айналамыздағы, яғни жағымды жағымсыз иісті анықтау, адамның эмоционалдық қауіп-қатерге деген реакциясына дайын болу деген сияқты, және де жыныстық тартымдылық пен биологиялық үйлесімділік, яғни бұл феромондар арқылы білдіреді қызметі. Феромон бұл жерде феромондар деп аталатын иістік хабаршылар жыныстық қозуды, тартымдылықты, құнарлықты басқарады. Олар тер, шаш, сілекей және зәр арқылы бөлінеді. Бұл феромондар қазіргі бізде әтірлерге қосады, сондай сәнге айналып кетті. Енді осы иіс сезу жүйесі бізде рецепторлар мұрынның жоғарғы жағында 5-10 миллиондаған жасушалардан құралады. Тағы да бас сүйек арқылы өтетін иіс жүйкесі болады. Бұл ми қабығындағы иіс орталығына сигнал береді. Иіс сезу жүйесі есте сақтау, эмоция, инстинкт орталықтарымен тікелей байланыста болады. Енді иіс деген ұғымға осы біздің қазақ дүниетанымда, ата жолында, дәстүрлі сопылық ілімде деген иіс деген не деген мағынасын ашып көрейік. Бұл жерде иіс деп жан мен тәннен тарайтын рухани, тектік және аруақтық ақпараттық белгі деп анықтайды. Бұл адам мен жаратылыстың ішкі қуаты мен тазалығын, рухани болмысын білдіретін шайтандық немесе періштелік өрістің көрінісі болып табылады. Иістің түрлері мысалы хош иіс, сасық иіс дейді. Хош иіс, яғни бізде текті, яғни таза аруақтық деңгейдегі адамдардан шығатын болады. Әулие-әмбиелердің көбінесе біз басына зираттағанда сол иістерді аңғарамыз. Сол иіс арқылы өзіміз өрісіміз тазалаймыз. Адамнан бөлінетін жақсы иіс осы жанның жарықта, тазалықта екенін білдіреді. Ал керісінше сасық, ауыр иістер бұның жанның кірлегенін, қараңғы тербелісте түскенін білдіреді. Адам жан дүниесінде не ойлап незінсе, ол иістік, яғни ақпарат болып табылады. Иіс біз арқылы адамның рухани деңгейін тани аламыз деп айттық жоғарыда. Яғни адамның біз сөзі өтірік па, шын ба, алдамшы ма біле алмаймыз, бірақ иісі, адамның иісі бізге өтірік айтпайды. Өйткені иіс адамның ішкі жадының, жан тазалығының ең тура көрсеткіші болып табылады. Жаңа айтып кеткенде, киелі иіс бабалардың қалған тектік аманат болып табылады. Біз кезінде ата-әжелеріміздің қош иісін алыстан аңқып тұратынбыз. Ол иіс тек сабын, не гүлдің иісі емес, бұл тазалықтың, тақуалықтың, өріс қуатының иісі болып табылады. Сол себепті де біз олардың иісін аңсаймыз. Ата-бабаларымызды мысалы сағынғанда бірінші олардың иісі келеді. Ал енді Айза апай, сөз сізге. Осы сіздің ата-әжелеріңіздің қалай иісін сездіңіз, сол иіс туралы осындай мағлұмат беріп өтсеңіз. Біздің ата-анамыз, ата-бабаларымыздың олар тектеріміз негізінде қазақтың иістері өте жұпар болған. Өйткені олардың ниеттері түсу, таза тамақ ішеді, таза жүреді, киініп жүреді, әуретті жерлерінің бәрін ол кісілер жауып жүреді. Олардың ұрпақтарына да бәрі де солай түсіндіріліп айтылған. Мен әжемді өзі көрген кезде, әжемнің өмірімде жаңағы жалаңбас жүргенін көрмеппін. Анда-санда ғана шашын жуған кездерде болмаса,
мен әжемнің мойнын да көрмеппін. Сондай таза жүріп, таза тұрған кісілер олар. Сол денеге ешқандай күн тимеген, ашық-шашық болмағаннан кейін ол денеге жын жібірт кірмейді. Сосын адамның өзінің жаңа күш қуаты да, өзінің иісі де, өзінің қасиеті де, өзінің жаңағы мінез құлқы да бәрі тап-таза болып, осы мейірімді, шапағатты, осы сондай қалыпта болады біздің ата-бабаларымыз. Мысалы, әжем жүрген кезде әжемнен әдемі жұпар иіс шығады, атамнан да сондай жұпар иіс шығады. Сонан кейін тағы да мен байқағаным, ол кісілер бір жақтан келеді ғой. Бір жақтан келгенде ана киімдерін мына қораға іліп қояды, аяқтарын, үстілерін бәрін қағып, аяқтарын топ-топ еткізіп, қағып, киімдерін айтып алып жаңа үйге кіреді. Сонда оның себебі де ана даладан келген нәрсе далада қалсын деген екен. Оң аяқтан бастап үйге кіреді. Сонан кейін текті әулеттер болған, текті әулеттерден бәрі осындай таза жүргеннен, мысалы, Абай бабамыз қайдан шықты, Ахмет Яссауи бабамыз қайдан шықты. Сонда бір кез сұраған екен дағы Ахмет Яссауи бабамыздың анасын сұрапты. Сонда Ахмет Яссауи баба неге Ахмет Яссауи деп атқан ғой, енді кезде бала ғой. Неге соншалықты ол кісі қасиетті болды? Онан қатар жүрген балдар мынандай, сіздің балаңыз неге қасиетті деп анасынан сұраған ғой. Сонда анасы айтқан ғой, ол таза тамақ, таза киім, таза жүрек, таза адамның ниеті деген ғой. Сонан ол пайда болған бала деп. Сонда адамның мынау жаңағы ғұламалар, жақсы жаңа кісілер, ата кісілеріміздің бәрі, Абай бабамыздың да жаңағы анамыздан жаңа сөйтіп сұраған. Сонда олардың бәрі осы тамақ пен киімнің арқасынан олардың балдарының бәрі ғұлама болып туылған. Таза жүріп, таза ішіп, таза тұрғаннан кейін ниет, пейіл таза болу керек та. Сонан кейін енді балдарыңызды үйлендіретін болсаңыздар, сіздің тегіңіз таза тек. Оның тегін білмейсіз енді, былай жалпы білгенменен білмейсің ғой жұрттың отбасын. Сол келінді жаңа түсірген кезде мінекей отпен тазартады. Жаңағы келінді анау есікке түсіп, оң аяғынан бастаған кезде дереу жаңа әжелер кетті, бүйтіп отпенен аластап, жаңа келінді тазарды, оң аяғымен үйге кіргізіп, оның себебі ол кісінің, жаңа келіннің бойындағы лас иістер, лас қуаттар далада қалу керек. Ал олардың өздерінің таза жаңағы отбасының мейірімділігі, шапағаттылығы, өздерінің иістері олардың өздерінде болу керек деп өткен нәрсе араласпау керек. Сол үшін жаңа келіндерін тазартады екен. Бұл мәселе әлі бар осы кезге дейін. Мысалы, ауыл жердерде қалада білмеймін. Мен өзім қалада болдым, мысалы, мен де отпен аластаған тұғын. Ал қазір енді білмеймін, ауылда ол бар ма, жоқ па. Сондай бұрынғы кездерде ешқандай, мен осы жас кезімде ана жер қозғалыпты, мына су алып кетіпті, мына жер осындай болып жатыр екен, дауыл болып жатыр екен, апат болып жатыр дегенде еш уақытта естіген жоқпын. Өйткені ол үлкен кісілер осы таза кісілер өте көп болған. Таза жүретін шапағатты кісілер көп болған. Шапағатты кісілер көп болғаннан кейін еңбегімен қара терлерін ағызып, олар қара жерді қар жарып, егін егіп, жаңағы кетпенмен сауып, жаңа малдарын бағып, еңбектеп жүргенде лас қуаттың бәрі термине қайға кетеді, ағып кетеді. Оларда лас қуат деген болмайды. Өйткені еңбекпен еңбектеліп жүр. Сонан кейін ол жер анада тыныш жатады, оған өнімдерінде біледі. Мысалы, мені әкеп қарбыз еккен. Бір күні жұрттың бәрі таң қалды, мына столдың бетіне жақын қарбыз болды жаңағыдан. Қазір сондай қарбыз бар ма мысалға? Жоқ қой. Өйткені жерде таптаса, адамның пейілді таптаса, таза еңбек. Соны мен өзім Қызылордалықпын ғой, ауылда тұрамын. Соны жаңа машинамен әкеп Қызылордада кілді егіндердің көрмесі қоятын выставка болады. Сораға әкеп қояды, жандай нұрмақтанның қарбызы деп. Кілі тұратса, сұрадан бен көкімнің қарбызы. Жұрттың бәрі оны барып көреді. Көрдіңіз ба, мінекей киімнің, таза тамақтың, адамның пейілінің тазалығынан жерде тып-тыныш, көкте тыныш, адамдардың пейілі тып-тыныш, бір-біріне мейірімді сондай болған. Сондай ортада тұрып, сондай ортада мен өстім. Ал келесі сөз Сәулем апай сізге. Қазіргі кезде біз осы иісті біз күнәмен байланыстырып жатырмыз, яғни күнәдан
біздің иісіміз сондай сасық, жаман деп күнәдан, яғни киім кимегендіктен, тәнімізді сақтамағандықтан деп жатырмыз ғой. Қазіргі кезде жерде неше түрлі құбылыстар болып жатыр, табиғи апаттар болып жатыр дүние жүзінде. Соның бәрі осы адамның иісінен деп біз айтып жатырмыз да. Адамның иісі жер анаға сіңуде. Осы туралы Сәулем апай өзіңіз айтып жіберсеңіз. Бисмилла. Бұл иісті қазір қолға алып атажолдықтар көп нәрсені түсіндіріп айтып жатыр. Бір жер анамыздың өзі адамдардан шыққан иістерді қорыта алмағандықтан қарсы әсерін беріп жатыр. Неге деп түсіндіріп айтуға қарап отырып ойланудың керегі жоқ. Жер сілкініспенен, судың тасуыменен, соның барлығы осы иісті қаншалықты сіңіре алады. Басында ең бірінші адамды жаратқан кезде адамдарды, олардың бәрі күнәдан жаралғанды, барлығын менен жаратып, маған қайтып келетін болса, мен оларды соншалық кінәменен сыйғызып ала алмаймын ғой деген адамда, періштелердің ортасында сөз болған. Сонда Алла тағала айтқан екен, мен шебермін, олардың бәрін Құранға үйретемін, Құранменен олар тілеп жүрген кезде олардың күнәлары жағылып, бұл не болмайды, күнәсіз ақталады да саған ауыртпалық түспейді, тәндерінің барлығы жоқ болады. Өзі адамзаттың жаратылысының өзінен қайдан келдік, қайда барамыз белгілі нәрсе ғой. Бірақ сол екі арада біздің атқаратын міндетіміз, біз Алланы жаратқанға қайтып баратынымызды ұмытпауымыз керек. Қазіргі кезде бұл ақша жаққа үйреніп бәрін ұмытып кеттік. Сол ұмытқанның кесірінен мына су, құйын, адамдардың алып кетіп жатқаны, суға батып кетіп жатқаны, пейнеттердің барлығы ниеттердің түзу болмағандығынан, кінәдан, мына иісті жөндеп жаға алмағандығымыздың себебінен деп ойлаймын. Сол себеп киініп жүрмегеннен кейін, ол адам өзі үй ішін басында аяғында барлығын жағудың арқасында ол кінә болмайды. Кінәсіз адам жоқ қой, бірақ кінә ондай жаңағыдай катаклизмаға қазіргі халықтардың қырылысына жетпес еді. Соны болдырмас үшін айтып отырмыз. Оны сіздерге жарамазан сияқты айтып кетті, қарап қалды демейді. Содан осы қорытынды шығаруларыңыз керек. Тыңдап отырған жамағаттар сіздерге ескертіп, айтып жатқанды құлақтарыңызды қойып, болдырмас үшін әрекет жасауыңыз керек. Қазіргі кезде осы киімсіздік, яғни рухани азғындыққа түсіп жатырмыз деп айтып жатырмыз. Мысалы, әйел басындағы орамал ұғымына тоқталатын болсақ, адамның төбе тұсында, мысалы, ет пен тері және мидың аралығындағы біздің бұл рухани байланыс аймағы болып табылады. Бұл аймақтан бөлінетін гель тәрізді балшық, бұл ішкі ақпараттық энергетикалық сәуле ретінде бөлінеді бізден. Бұл сәуле рухтың тәнмен байланысқа шығу капилляр жолы, немесе әйел адам басындағы байланыс антеннасы десек те айтуға болады. Әйелдің шашты жайып жүруі немесе басын ашық жүруі осы нұрдың, яғни шаршап кетуіне, адамның ақпараттық әлсіздеуіне алып келеді. Ол үшін біз басты жылы сақтау, шаш пен бас терісінің бөлінетін осы ферменттер арқылы бұл балшық қуатты біз нұрға айналдырамыз, яғни басты жабу арқылы. Бұл қуат әйел затының басты жабуымен, яғни сыртқа төгілмей, бас айналасындағы рухани өріс қорған нұрға айналады екен. Сондықтан бізде қазақша, яғни амал, яғни оранып амалын жаса дейді. Яғни бұл жаулық тек қана бізге киім емес, бұл рухани амал әйелдің. Осы рухани амал туралы бізде Құранда көптеген дәлелдер бар. Ары қарай Нұрғайша апа, сіз дәлелін келтіріп кетсеңіз. Сәлем бердім, халқым. Ей адам ұрпақтары, сендерге ұятты жерлеріңді жабатын киім сүртіп, әрі зейнет киімінен де тақуалық киімі сол абзал. Ақырап сүресі 26 аятта. Адамзат жаратылысында киім қорған ғана емес, ақылдың, зейнетті, жанның да сауыт нұры. Киім адам баласына ғана тән ерекшелік, барлық тіршілік иелерінің өзіне тән табиғи қорғаны болса, адам баласына қорған ретінде арнайы киім берілген. Бұл жанға
төнетін жандық ықпалдар мен сырқатты қара қуаттардан қорғаудың рухтық хикметі. Киім адам бойының өрісін жабатын рухани қалқан, жалаңаш тән ашық есік. Тән ашық болса, өріс тесіледі. Тесілген өріс арқылы жын, теріс қуат аурулары денеге ене бастайды. Бұл Құранда ескертілген. Шайтан ата-анамыздың ұятты жерлерін көрсету үшін киімдерін шешіп, оларды жәннаттан шығарғандай, сендерге де сұмдық жасамасын. Ағраф сүресі 26 аят. Киімсіздік шайтанның ең көне жоспары. Киім имандылық, ұяттылық, сананың оянуынан тұратын қасиет. Тақуалық киім адамның ішкі жарығын сақтап тұратын рухани өріс, көрінбейтін перде. Киім тек тәнді жабу емес, жанның сақтайтын қабық ретінде. Текті қуатты қорғаушы қуат жолы. Киімнің ықпалын түсіру иіс пен рухтың, тән мен жанның, ақыл мен нәпсінің арасындағы байланыс. Ғылымның бастар жолы. Киімсіз тән қара қуаттың татымды нысанасы. Құранда түнді киім еттік. Нәбә сүресі 10 аят деген аят бар. Ал Айгүл, біз қазір осы киіммен біз өрісімізді қорғаймыз, яғни киім біздің өрісіміздің қорғаны деп жатырмыз, иә. Осы киінудің медицина жағынан және ата жолы жағынан, яғни ата жолының ілімі жағынан пайдасын осы халыққа түсіндіріп өтсең өзің. Армысыздар болашағы. Иіс дегеніміздің бәрі күнәдан дейді. Күнәміз көбейген сайын иіс бұзылады, сасық иіске. Егер күнәміз жеңілдеп ақталған сайын біздер жұпар иіске қарай тартыламыз. Адам пайғамбарымыздың өсиетінде бар. Егер адамдар өзінен шыққан иістерді сезетін болса, бір-бірінің жанына отырудан қалатын еді. Біз егер бұл жерде иістің өзі тікелей адамның жабық киіміне байланысты болады. Киім киінбей, таза сөз сөйлемей, адамда иісті жұпар иіске айналдыру мүмкін емес. Мысалы, адамдар жабық толық киімімен адамның денсаулығы жақсарады ең біріншіден. Жабық киініп, жетқалап киініп, мәсін киіп, орамалды байлап, неше қалады. Бұл жерде бір ғана мәсхаттағы сияқты, мешіттегі сияқты киіну керек деп бір ғана киіну емес. Міндетті түрде 2-3 қалап, 7 қалапқа шейін киінген аталарымыз қалың киінуге жіберек, қыста да жазда. Сонда адамның бойындағы ой өрісі өзінен өзі қиынды өріс болады дейді. Өзі айналыммен өзін өзі тазалап, бір жүйеде, бір ауада, бір температурада ұстап арқылы адам денсаулығын сақтайды. Және де түрлі бұндай кезде бұл жерде сасық иістерді, күнәлі иістер, бұл киімі мен күнәлі иістерді жағумен адамда жұпар иіс пайда болуы адамның денсаулығына оң жағына әсер етеді. Түрлі тері аурулары болмайды. Және де түрлі сасық иістер болған кезде, адам қайтқан кезде де, қабірге түскенде, егер ол адамның күнәсі басым болса, қабірге сасық иіспен барған адам қара қуатпен бұзақы болып сол жақта тазаланады екен. Сондықтан мүмкіндігінше адамдарға осы Құранның негізгі насихаты біздердің осы иістерімізді жағып, күнәларымызды ақталып, жұпар иіспен Алла Тағаланың аманаттап берген денсаулығы ең бастысы. Денсаулығын Алла Тағаланың алдына апару. Және де бұл жерде жаңағы айтады, шығындардың өзі неге жаңағы сасық иіске тартылады. Өйткені шыбын сол сасық иістен жаратылған шығын.
айтады бір хадисте, шыбын егер сенің тамағыңа түсіп кеткен болса, оның екінші қанатында батырып барып алу керек дейді. Сонда Құдайдың құдіретімен бұл жерде шыбын өзі сасық иістен жаратыла тұра жаңағындай екінші қанатын батырып алған кезде шыбын биолог түзеді екен, таза нәрсе өндіретін болып тұрған. Енді сол айналып келгенде бұл иістің бәрі сол күнәмен байланысты болғандықтан адамдар қазір түрлі жалаңаштанып кеткендіктен ең басты біздің қазіргі насихатымыз халыққа киіндіру. Ол жалаңаш әйелден дұрыс ұрпақта дүниеге келмейді. Ең біріншісі бала түрлі мүгедек ауру, түрлі ДЦП аурулардың дүниеге келіп жатқан себебі де осы күнәлі иістеріміз, сасық иістеріміз көп болғандықтан ұрпаққа әсер беріп, мүгедек бала дүниеге келіп жатыр. Үлкендеріміздің де ешнәрсе ойламаймыз, той-томалақ өмір сүріп жатқанымыздың бәрі осы мәңгүртке айналды. Себебі тәніміз адамның тәні киімнен қорғалу керек, сонда ғана жанымыз өсіп, жұпар иіске айналуы керек. Осы үрдістен айырылып қалғандықтан балаларымыз мүгедек, өздеріміз мәңгүртке айналдық. Сол ең бастысы тәнді қорғау арқылы және жұпар иісті өндіреміз, сөз тілімізді, амалымызды түзеу арқылы осы иістерді жағап, жанымызды өсіреміз, етеміз, жұпар иіске айналдық. Фатима апай, қазір кезде бізде біз бұл қайтқан адамның артынан ас береміз ғой. Асты мысалы үлкен мейрамханаларға, мешіттерге беріп жатыр, жұрттар қазір. Әркім өзінің жағдайына қарай ғой. Сол кезде тамақ көпшілік орындарда тамақтың беті ашық тұрады, сол кезде Құран оқиды. Құран оқығанда біздегі адам бойындағы иіс бөлініп шығады. Яғни сол иіс барып тамаққа қонады. Ол тамақта барып ел жұрттар ішіне алып үйіне апарады. Сол жердің осы зиянын айтып жіберіңізші, қазақтың ғылымымен түсіндіріп. Мен біріншіден бастайын дегенім, сол баяғыда әже аталарымыз Құран тамақ берген кезінде, көпшілік жиналған кезінде, өңкей апалар, аталар, және кимешек киінген апаларымыз келген кезінде, Құран оқитын кезінде былай дастарханды көтеріп жауып қоятын астарды. Сол себептен соның мәнін біз түсінбейміз ғой кішкентай. Қазір мен түсініп отырмын, не себептен олар сол асты жауып оқитын. Сонда Құран оқыған жерде ол тазаланады ғой. Құран деген адам тазалайды. Әр адамның өзінің иісі болады. Сонда иіс шығатын сол кезде ата-бабаларымыз білген. Содан қазір мысалы үшін сіз айтып отырсыз, тойханан, сол тойда арақ қойған жерде де адамдар Құран тамақты да сол бір мекемеде, бір неде өткізеді тойханада. Ол арақ ішкен ыдыстар барлығы қазір сол ыдыспен, арақ ішкен ыдыспенен Құран тамақ береді. Ол қабыл болады ма, болмайды ма, оны халық ойлап жатқан жоқ. Сол себептен енді айтамыз ғой, әр адамның өзінің жеке иісі болады, әр аурудың өзінің иісі болады. Сол себептен оны таза адам барса, тазаланған адам барса, ол бірден біледі. Әр әулеттің иісі болады деген сияқты. Енді тойханаға сондай мәдениетсіз деп айтар едім, адамдар білмейтін болғаннан кейін сол тойханадан бәрін салып, сыпырып алып кетеді. Ол тойханада қасында ащы су бар, ол уже адал емес тамақ. Оны қазір мысалы итке берсеңіз ше, былай өзің тәжірибе жасап көрсеңізші, сол итке беріңіз, ит те жемейді ғой, сасық иісті. Енді айтып отыр ғой, жылқыға
берсеңіз суды, сол жаңағыдей су таза болмаса жылқы ішпейді дейді. Соны адамның мынау мысалы үшін лас жүретін адамның ішкі киімін немесе киімін алып суға салып сол суды берсеңіз, и таза тақуа адамның киімін жуған суын берсеңіз, болса да ол ит таза адамның суын ішуі мүмкін. Сол иіс туралы әлі ешқандай әңгіме айтылмай жатыр, түсінбей жатыр халық. Көп айту керек сияқты осыны. Мен толықтырып жіберейін бе? Ол мынау адам өлген жерден қалқын тамақ алуға болмайды. Сен кісі өлген жерден тамақты алып, ол тамақта ол өлген адамның қанын сорғалап ауыртпалық тұрады. Сен үйіңе алып барасың, сонда ол сені ең жаманшылыққа ұшырайды. Сол осы Мәскір Жүсіп бабамыз айтқан, адам қайтқан жерден үйіңе тамақ алып баруға болмайды, сен үйіңе қаралға алып бара жатырсың деген. Көрдіңіздер ме? Халықтың есінде болсын. Енді адам өлген кезде ең бірінші оған Құран оқытады, тамақ жасайды. Сол кезде мына астан үйіңе бір бауырсақтан бір кәмпетті алып баруға болмайды. Өйткені ұзын сөздің мен әдемілеп түсініктісін айтайын. Сен сорадан бір кәмпет алып барсаң, үйге барғаннан кейін сен сол қаралып үйіңе келеді де сен бір адам өледі сол үйде. Мәскір Жүсіп баба соны анықтап айтқан тұғын. Сол үшін адамның қайтқан жерден тамақ ас алуға болмайды.